бұрынғы қарттардан ескерткіш бойынша осы қазақ даласында қайырлы байлар көп өткен екен, сақи байлар. Сол қазақ даласының ескі қарттары байдың үш түрі болады деген екен. Біріншісі Қыдыр көрген бай, екіншісі Қыдыр дарыған бай, үшіншісі Қыдыр қонған бай дейді. Сол біздің Маңғыстау даласында, Адай халқында Қыдыр дарыған Қалния Жұбан атты 17 мың жылқы өткен үлкен сақи бай кісілер болған. Соның бірі Жұбан атамыз, Еламанұлы Жұбан атамыз. Жұбан атамыз бәрімізге белгілі. Қазір осы Жұбан атамыздан тараған ұрпақтар бар. Сонау Сағыз өңірінде, Маңғыстау өңірінде сол Жұбан атамыздың басынан кешкен бір оқиғаны әңгімелеп берейін сіздерге. Жұбан атамыз үлкейіп қалған шағында бір күні намаз оқуға далаға, жаздың күні далаға шыққан екен. Содан далаға шықса күн ыссы, тұнау көкжиектен бір тоқымдай керқаспақ бұлт көрініпті. Және табиғаттың әртүрлі құбылыстар болады. Ақсақалдардан жеткен әңгіме бойынша сәуір салуалы қыз, отамалы ойылған қыз, үргерлайдың бәрі қыз деп, саратын зауза сенен де қорқам деген аталардың сөзі бар. Сол мезгілдерге тап болған болса керек. Сол бұлтты көріп тұрып, атамыз айтыпты көлеңкеде тоғызқұмалақ ойнап отырған балдарға: "Ай балдар, желдегі құлындарды босатып қоя беріңдер" депті. Мына көрініп тұрған бұлт бізге қатер төндірейін деп тұр. Тезірек босатыңдар депті. Ой, атамды айта береді екен-ау. Үлкейіп жүр бұл кісі. Бұл мына шыжғырған шілденің ысысында бізге ол бұлт қандай қауіп төндірер дейсің деп отыра берді. Бір кезде бұл үлкен жаңбыр бұршаққа айналып, тас бұршақ жауып, желдегі 80 құлынды қырып кеткен екен дейді. Сол 80 құлынды бауыздапты үлгере алмаған. Сол неде болса бауыздап үлгергенше үлгеріп атқанда, сол күнде шайдай ашылып, бірден ысып кетіп, 80 құлынның еті нобайлап бұзылып кеткен екен дейді, пайдаға аспайды. Сол заманда сол 80 құлынын іздеп, шұрқырап, көздерінен жас ағып, кісінеп, шұрқырап келген 80 биенің зарына Ертөле бұлы, Тіней руынан шыққан Ертөле бұлы, Боқбала күйшінің 80 бие күйін Әлия Қарамұқан қарындасым орындап береді.